Бүгінгі кездесуге келгеніңізге біріншіден алғыс айтқым келеді. Енді Зұлқаш Баймырзаевқа жалпы өзіңіздің қандай қатысыңыз бар, қандай өзіңізді таныстырып өтсеңіз жұмыс тұрғыда. Рахмет, қандасым. Сұхбатқа шақырып жатқандарыңызға. Мен Кенжебек Сержанұлы, Маңғыстау облыстық Маңғыстау қоғамдық саяси газетінің тілші қызметін атқарамын. Қазақстан журналистер одағының мүшесімін. Енді сіздер көтеріп отырған мәселе ғылыми жобаға енгізіп жатырған үлкен тақырыптарымыздың бірі Зұлқаш Баймырзаевтың азаматтық қорғау. Зұлқаш Баймырзаев кім? Зұлқаш Баймырзаев қазақтан шыққан алғашқы елдің еңсесін көтеруге, елдің ғылым мен білімін өркендетуге үлкен үлес қосқан апталы азаматтардың қатарында шоқтығындағы қазақтың бір арыстан ұлы деп тұратын адам. Бұл кісі қазақтан шыққан алғашқы ихтиолог ғалым дейтін атаққа ие болған ғалымдарымыздың бірі. Ихтиолог дейтін қандай мамандық, қандай сала? Ихтиолог дейтін балық өнеркәсібін, балықтың ғылымдығын, балықтың құрылысын дейміз, әртүрлі балықтар болады ғой. Соның барлығын қамтитын саланы ихтиология саласы дейді. Сол ихтиология саласын меңгерген алғашқы қазақ осы Маңғыстау елінің тумасы, Маңғыстау топырағында туған осы Зұлқаш Баймырзаев. Кей құжаттарда Зұлқаштың есімі Зұлқарнай деп жатады, Зул деп жатады, ол әртүрлі есімдермен кетеді. Бұл кісімен менің арамның жақындығы 3 атадан қосыламыз. Үлкен атамыз Баймырза деген ақсақал. Енді біз мына Адай дейтін үлкен рудың ішінде Қосай дейтін тармақ бар. Қосайды Мәмбетқұл дейтін шалбарды айтып, сол атауынан бөліктен тараймыз. Сонда үлкен атамыз Баймырза деген ақсақалдан Әлжан дейтін қазір шыққан осы Маңғыстауға белгілі үлкен елдің аузында осы бүгінге дейін айтылып келе жатырғанына үлкен дін қайраткері болған. Сол Әлжанның туған інісі Оспан дейтін кісі болды. Ол кісі үлкен азаншы болған адам. Фортта ақ мешіт ұстаған бұл екі кісі, Әлжан да Оспан да, екеуі де дінге үлкен қызмет етіп, өмірін солаған арнаған дін білімбаздар деп болады. Сол Зұлқаш сол Оспанның баласы. Ал біз Әлжаннан тараймыз тікелей. Әлжаннан Салтанат дейтін атақты Ахон туады. Ахон деген атақ ол үлкен діннің үлкен биік дәрежеде қайраткер деген мағына береді. Сол саланы меңгерген адам. Салтанаттан Әнуардан кісі тарайды, Әнуардан Сержан, Сержаннан мен тараймын. Сол енді арамыз көп тұрғандарымыздай жақындық солай байланысы. Осы именно Зұлқаш Баймырзаевтың ихтиология саласына енгізген жаңалығы қандай? Рахмет. Жалпы енді біз енді елімізде тарихи тұлғалар өте көп қой. Соның ішінен енді тоқталып отырған тақырыбымыздың несі Зұлқаш атамыз жөнінде. Зұлқаш енді өзі бір ашылмаған бір тың тақырып деуге тұрарлық. Бұл кісінің жобалары әлемге іске аспаған еліміз бойынша. Бұл кісіні біреу білсе біреу білмейді. Өзінің тек туған жерінің азаматтары қалды республиканың кейбір түкпір жерлерінен білмесе әлі біздің республика танып болмаған үлкен бір құпияда тасада жатқан тұлға деп айтсақ артық айтқан болмас. Бұл ақсақалдың атамыздың еңбектерін біз бір жүйелеп, оның қызмет еткен Керчь бола ма, Крым дейтін жерлерде бола ма, болмаса өзіміздің қасымызда тұрған Ресейдегі Мәскеу қаласы бола ма, соның барлығында да бұл кісінің ізі жатыр. Бұл кісінің істеген істері әлемге сайрап болып жатыр. Соның бәрін жиыстырып, біз бір арнаға келіп үлкен ғылымның жолына түсуіміз керек. Оған сіздер сияқты білімнің нағыз интеллигенттік тұрғыда айтқанда жас көшбасшы сияқты өздерің сияқты жастар шығып көмектесіп араласса, осы азаматтарымыз ғылыми тұрғыда мәселесін көтеріп, бір айналымға енгізіп ұрпақтың кәдесін жаңғыртуға үлкен белең алатын. Жалпы бұл кісінің көбінде ерекшелігі біздің қазақ үшін мына кефаль дейтін балық болады. Кефаль дейтін балық бұл біздің Маңғыстауда Каспий дейтін теңізде мекендейтін жаңағы нелердің несіне жатады, қосындысына жатады. Бұл кефаль дейтін балықтың өзгешелігі тұрғындар арасында үлкен бір көрсеткіш деуге болады. Бұл балық өте жұмсақ, тілге жеңіл, сосын тәттілігі өз алдына басым, сондай бір балықтардың ішіндегі өзгешесі болып келеді. Осы балықты атамыз 34, 35, 36 жылдары Маңғыстауға келіп уылдырығын шашқан. Осы Маңғыстау теңізіне келіп. Содан бүгінде ел халық соны біреу өнеркәсіпке айналдырып, біреу оны кәсіпке айналдырып, біреу оны өзінің күнделікті күйген тірлігіне айналдырып, сол кефаль өзінің несін жүргізіп жатыр мысалы да, ауысы уылдырық несін. Сол уылдырыққа келіп осыны шашқаннан кейін көп ұзаған жоқ. Ол кісі мына қазақтың маңдайына іліккен арыс есебінде сол кезде көптеген арыстарымызды қуғын сүргінге, жалаға, қайдағы жоқ бір
жаңағы жапон тыңшысы болмаса ананың тыңшысы деген түрлі желеулер іліне бастады ғой. Сол кісі сол желеу, сол аяусыз тағдырдың бір несі қасіреті бұл атамыздан айналып өткен жоқ. Бұл кісінің де 38-ші жылы қыркүйек айында жаңағы не дейді, жаңағы үштік одақ деп айтады, ол кезде ОГП дейді. Сол ОГП-ның қармағына ілініп өмірімен қош айтысып кетеді. Бар жоғы сол 40-тардан өтіп өтпес азаматтар былай қарап отырсаң. Сол бұл кісінің ең ел арасындағы үлкен жаңалығы деген ол сол балықтың әкеліп уылдырығын шашады. Бұл балықтың уылдырығын қайдан әкеліп меселе туады? Оның Қара теңіз дейтін бар. Орысша айтқан Черное море дейміз. Бұл менің ар жағында сол жақтан өзінің қасында бір еврей досы бар дейді. Сол екеуі бірге барып, бізге жеткен бұл дерек бойынша, біздің осы күнге дейін көнекөз қарияларымыздан ауыздан ауызға жетіп келген дерек бойынша. Себебі ол кезде бұндайларды әкелгенде құпия алып келеді. Себебі ол кезде өздеріңіз білсеңіз, егер де 37-38 жылдарда тіпті адам сөйлеуден қалған. Бір адам сөйлейтін болса, егер келесі күн сол адамды үйінен келіп, жаңағы үкіметтің тыңшылары келіп, жендеттер келіп, сүйреп алып кетіп апарып жауып тастайды. Сондай заманға келген, сондықтан ол бізге құжат түрінде де жеткен жоқ, бізге ауыздан ауызға осы жергілікті халықтың көзімен көрген азаматтарын жеткізген әңгімесі бойынша. Сонда енді қазір айтады, халық айтса халық айтпайды дейді, дұрыс па? Сондықтан ол халықтан жеткен үлкен біз үшін бұра әңгіме, біз ұрпақтар үшін, осы жергілікті өзінің туылмалас жерлестері үшін. Сонда ол кісі сол Қара теңізден алып келіп осыны шашқандығы, бірінші жылында бұл уылдырықтың өріс жаймағандығын байқаймыз. Неге десеңіз, бұл алғашында уылдырықты алып келген кезде кешіктіріп алып келеді екен. Аралығында сағат болады екен. Сол сағатты кешіктіріп әкелгенде уылдырық не істемей қалады екен, дамымай қалады екен. Сонда бұлар қайтадан кетеді 35-ші жылы барып, қайтадан сол 35-ші жылы барып, қайтадан барып Қара теңізден барып ойластырып, қайтадан алып келеді. Сонда алып келгенде арасына уақыт салып ұшақпен алып келеді ғой. Сондан әкеліп осында келіп шашып, оны мен өзім баласын аузына естідім, жаңағы Зұлқаштың баласы осы жан дейтін ағамыз. Соны айтқан Алматыда келгенде отырғанымызда соны барып алып келіп, сол жаңағы 35-те әкеліп шашып, 36-шы жылдары бұл етек алған екен дейді. Сол кипардың жаңағы балық тарап кеткен екен. Содан кетті, содан кейін ғой жаңағы бір-екі жылдың арасында енді жергілікті халықтың арасында әртүрлі шу әңгіме болады. Оны кім алып келіп жатыр? Оны анау осында осы жердің тумалас әкеліп жатыр, осы жердің жергілікті азаматы. Сол әртүрлі желеулер ілінген болар деп ойлаймын өзімше. Сол жаңағыдай мына несінің сталиндік репрессияның несі, жендеттік аяусыз несі қасірет сол кісінің айналып өтпей жаңағы өзімен бірге алып кетті. Содан бұл кісінің бүгінде артында ұрпақтар бар, шүкір. Ерте сөнген жұлдыз деп айтуға тұра алар азамат. Ел үшін, халық үшін ол кісінің атқарған еңбегі ұмытылмайды. Қалай ұмытылмайды? Бұл мына сіздер сияқты жаңа бұл жас ұрпақ сол кісіге деген сондай азаматтарға деген қызығушылық оянып, сондай азаматтарды іздеп бір ізге түсірсе, біздің елдің ғылымы да, білімі де өркендей береді деп ойлаймын. Рахмет көп.